Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ, үлпілдек оладьи жасайтын боламыз. Жылы айранға сода қосып, 10 минуттай қойып қоямыз. Бір жұмыртқаға 3 ас қасық қант қосамыз. Оны араластырып, бір келкі етіп аламыз. Және аздап тұз қосамыз. Сұйық май қосып, араластырып аламыз. Айранымыз дайын болды. Енді осыған жұмыртқаны қосып, екеуін бір келкі етіп араластырамыз. Енді осы консистенциямызға еліктен ұнды өткізе отырып, аз-аздап саламыз. Ұнды осылай еліктен өткізіп, аз-аздап салып араластырсаңыз, консистенция түйіршіктелмей, бір келкі болып шығады. Табаны қыздырып, үстіне май құямыз. Консистенциямызды қасықпен алып, осылай дөңгелектеп, екі жағын пісіріп аламыз. Осымен біздің оладьи дайын. Сіздермен болған назерке, маған лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.